Нұрхайдарова Жібек Алтынбекқызы 1985-2025 Өмір атты ұлы көштің әр белесінде жүрекке мәңгі таңбаланып қалатын аяулы сәттер болады. Уақыт өткен сайын сол күндер сағыныштың алтын жібіне айналып, көңіл төрінен орын алады. Алайда адам баласы жарық дүниеге нұр шашып келген жанның ғұмырының ерте үзілуіне ешқашан дайын болмайды. Көз көргенмен жүрек сенгісі келмейді. Кейбір адамдардың ғұмыры көктемгі найзағайдай жарқ етіп өтсе де, артында өшпес із, өлмес өнеге қалдырады. Сондай асыл жандардың бірі аяулы жар, ардақты ана, қамқор әпке, сүйікті перзент Нұрхайдарова Жібек Алтынбекқызы еді. Жібек Алтынбекқызы 1985 жылдың 19 наурызында Қарағанды облысы Қарқаралы қаласында дүниеге келді. Ол Қалмақ руынан тараған әулеттің маңдайына біткен тұңғыш немересі Қапшата мен Сақыш әженің көз қуанышы. Алтынбек пен Гүлнардың тұңғыш перзенті болатын. Артынан Назым, Данияр, Айгерім, Ақерке және Әнел дүниеге келіп, Жібек солардың бәріне қорған болған бәйтеректей әпке болып өсті. Бала күнінен-ақ жүрегі мейірімге толы, бауырларына қамқор, ата-анасына сүйеніш бола білді. 1991 жылы Ақжол ауылындағы нөмірі 12 орта мектептің табалдырығын аттап, білім жолына қадам басты. Кейін әкесінің қызметіне байланысты Қасым Аманжолов ауылына қоныс аударып, оқуын нөмірі 19 орта мектепте жалғастырды. Мектеп қабырғасында ұстаздарының ықыласына бөленіп, зеректігімен, белсенділігімен ерекшеленді. Ақылымен көркі жарасқан, мінезі көркем, достарының арасында сыйлы да сүйікті болды. Жанының тазалығы мен адамгершілігі оны құрдастарының ортасында әрдайым биік етті. 2002 жылы мектепті тәмамдап, Қарағанды қаласындағы Қарағанды қаржы институтының құқық және әлеуметтік қорғау факультетіне оқуға түсті. 2004 жылы әлеуметтік педагог мамандығын үздік аяқтап, қызыл диплом иегері атанды. Кейін Қарағанды болашақ институтында заңгер мамандығын меңгерді. Студенттік шағы оның өміріндегі ең жарқын кезеңдердің бірі болды. Сол жылдар тапқан адал достары өмірінің соңына дейін жанынан табылып, сыйластықтар үзілмеді. 2007 жылы тағдыр жолы оны Бұқар Жырау ауданының Алғабас ауылының тумасы Жұмабайұлы Дидарымен табыстырып, екеуі шаңырақ көтерді. Сол күннен бастап Жібек өзінің бар жылуын отбасына арнап, ана болудың ұлы жауапкершілігін абыроймен атқарды. Әнкәр, Наргиз, Айзере атты қыздарын және Дамир атты ұлын дүниеге келіп, оларды мейірім мен тәрбиенің бесігінде өсірді. Ол үшін отбасы өмірінің алтын қазық еді. Жібек жан-жарына шексіз сүйіспеншілікпен қарап, өмірлік серігі ретінде әрдайым қолдау көрсетіп, сыйластық пен мейірімнің үлгісін танытты. Ол балаларын жан тәнімен жақсы көріп, олардың әрбір жетістігін өз бақыты мен қуанышын деп қабылдады. Олардың білімді, өнерлі, тәрбиелі болып өсу үшін бар күш-жігерін жұмсады. Балаларын түрлі үйірмелерге қатыстырып, ағылшын тілін, биді, жүзуді меңгерулеріне жағдай жасады. Үлкен қызы Әнкәрдің мектеп бітіріп жоғарғы оқу орнына түсуі оның жүрегіне ерекше қуаныш сыйлады. Өмірге ғашық жан әрдайым жаңа белестерге ұмтылатын. Жібек те сондай қайсар мінездеді. Армандарын кейінге қалдырмай көлік жүргізуді үйреніп, жүргізуші куәлігін алды.
көлік тізгіндеп, ата-анасы мен балаларының қажетіне жарап, қамқорлығын ісімен көрсетті. Сонымен қатар шағын кәсіппен айналысып, отбасының берекесі мен дамуына өз үлесін қосты. Ол өмірдің әр күнін Алланың аманаты деп бағалай білді. Жібек туған туыстың қадірін терең түсінетін жан еді. Әке шешесіне ерекше жанашыр болып, бауырларын, қайын жұртын, ағайын туысын әрдайым құрметтеп өтті. Ешкімнің қуанышын сырт қалдырмай, мерекелі күндерде ақ тілегін арнап, қуаныштарына ортақтасатын. Оның шаңырақ әрдайым кең дастарханымен, балаларының шат күлкісімен, қонақ жай көңілімен ерекшеленетін. Жары мен балаларының туған күндерін ерекше ұйымдастырып, туған туыс пен жақындарының басын қосатын. Сол сәттерде ағынан жарылып айтқан жүрек жарды тілектері әр адамның көңілінде сақталып қалды. Ол адамдарды жақындастырып, араларын жалғай білетін алтын көпір іспетті жан болды. Бауырларына қамқорлық көрсетіп, ақылын айтып, демеу болып жүрді. Жадыраған жүзімен жылы сөзі айналасына шуақ шашып, көптің көңілінен орын тапты. Алайда тағдырдың жазуы басқа болды. 2025 жылдың 24 тамызында, небәрі 40 жасында, өмірінің ең көркем шағында армандарының жемісін көріп, балаларының қызығын қызықтаймын деген кезінде бұл дүниемен қоштасты. Оның бақилық сапары туған туыстары мен жақындарының жүрегіне орын толмас қасірет салды. Жібектің артында тәрбиелі ұрпағы, өнегелі өмір жолы және оны сүйген жандардың жүрегінде мәңгі өшпейтін жарқын бейнесі қалды. Тұңғыш қызынан айырылу анасы Гүлнар үшін ауыр сынақ болды. Перзент сағынышын жүрегіне жүк етіп көтерген ана көп ұзамай 2026 жылдың 6 ақпанында қызының артынан мәңгілік сапарға аттанды. Ана мен қыздың арасындағы мәңгілік махаббат оларды бұл өмірде де бақилықты да ажыратпады. Жібек Алтынбек қызының адамгершілігі, кең пейілі, мейірімі мен ақ көңілдігі оны таныған әр адамның жүрегінде өшпес із қалдырды. Оның жасаған жақсылықтары мен жарқын жүзі, жүрек жылуы мен шынайы ықыласы жақындарының жадында мәңгі сақталады. Бүгінде әкесі, бауырлары, жары, балалары мен туған туыстары оны сағынышпен еске алады. Ана деген ұлы есімнің қадірін сөзбен өлшеу мүмкін емес. Ананың мейірімі сарқылмас бұлақ, махаббаты мәңгі сөнбейтін шырақ. Сол шырақтың нұры жібекті сүйген жандардың жүрегінде әрдайым жарқырап тұра бермек. Иманы жолдас болып, жаны жәннаттың төрінде шалқысын. Жібек анам, жүрегім жанашырым, ақ сүт берген ақылшым дарашыңым, рухыңыз шат жеңіл боп есебіңіз, пейіш бақтың тілейміз бар асылын. Жоқтығыңыз көңілге батадана, сағынышпен таңымыз атадана, тұңғыш немере болып ата жеге, тұңғыш қыз атандыңыз ата-анаға. 40 жасқа қараған кезіңізде, сіз кетіп сенбей қалдық көзімізге, 1 жыл уақыт сымырап қайғымыңмен, 1000 жылдай батып жатыр өзімізге. Іңкәр, Наргиз, Айзере қыздарыңыз, дамирмен жадырады жүз жаныңыз, орныңыз ойсырап тұр анашым, сізді қатты сағындық біз бәріміз. Сумажал алыстатып жаттар ана, ұрпағың ұлағатпен бақтабады, жарқын бейнең жаңғырып әр жүректе санамызда мәңгілік сақталады. Жан ана жеңіл болсын сұрағыңыз, қарсалсын мөлдір кәусар бұлағыңыз, мәңгілік сағынышпен еске аламыз, жұмақтың төрі болсын тұрағыңыз.